Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кафелерде ұсынатын өте дәмді лимонадтың және салаттың рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен блендерге жарты лимонның қабығын ашып саламыз және оның үстінен 2 кивиді сырттарын ашып, осылайша видеодағыдай турап, оның үстінен 3-4 тал мятаның жапырақтарын салып, оның үстінен кішкене спрайттың суын құйып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Осылайша барлығы жақсылап араласқаннан кейін біздің графинімізге түбіне осыны құйып, оның үстінен спрайтты құямыз. Басына аз-аздан құйыңыздар, себебі бірден көпіріп тасып кетуі мүмкін. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде лед қосып жіберіңіздер. Мен салқын маған қажет болмағандықтан мұз қосқан жоқпын. Кешкі астың жанына оңай салат ұсынамыз. Барлық керек заттардың барлығын осылайша сопақ етіп турап шығамыз. Видеода көрсетілгендей помидор, огурцы, жұмыртқаны қайнатып пісіріп, онда соломка етіп турап, кирешкемізді, жүгеріні және де колбасаны, колбаса егер жемейтін болсаңыздар, орнына тауықтың етін пайдалансаңыздар болады. Ортасына майонез және де кішкене тұз сеуіп жіберіп, отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Дәмі бір-біріне сочетаниясы өте әдемі болып шығады. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.